сектор работында. Да, андақта келген үш жігіт өзінің тасқына жоқ. Негізі также тарифтік департамент. Тарифтік бөлім. Тарифтік бөлім? Ошып келеді оған. Жақсы. Мен аты Башан Давамбат, машинист, водитель. Убер. Екі убер бар, убер, сөйтіп айтып жіберейін енді. Уже жаңа Қазақстанды кетіңіз ғой. Бірінші өзімізден бастайық. Қазмұнайгаз Астанада не болады бір бұл жерге келмей. Сосын қаз деген жазуды кетірің мына. Біз қазақпыз. Қаз деген ұлт көрінген жоқсың. Қазақ деген ұлттар ғой. Сол мәселені жазды, ең бірінші мәселе. Сосын Ақтауға көшіп келем мұнда. Жерге келіп мына жерге. Астанада мұнай жоқ. Мұнай нерде? Анада самарың бар. Жаңағы басқан бар. Жетеді осы жоқта сізден басқа. Сіз мына жерге келіп мәселені шешетін болсаңыз. Ақтауға көшіп келем. Әр жерден кетеге шығып. Ақтау емес, өзенге көшіп Ақтауға көшіп өзенге келген болсын. Соны жасаңыз. Сосын мына Астананы Нұр-Сұлтанды Астана қылдыңыз. Жасадыңыз ғой. Дәл сондай қылып Қазмұнайгазды қазақ қойып қойыңыз. Бірінші вопрос сода, больной вопрос. Сен қазақты сатып Қытайға ағын сатып отырсың сен қазақтың. Қазақта мұсылман жоқсаң да қазақ, орыс жоқсаң да қазақ. Ата-бабамыз не үшін жазып кетті оны? Осы жерге келемеш қылын жазды сізге. Соны глобальный вопрос осы жерде. Тендеріңде, пендеріңде бәрі далада қалады. Инвестиция, өзен инвест, тағы бір инвест, зәттің инвест сендерін жасап жүргеніміз. Өзіміздің жерімізде жүр. Мына жер дейтін ата-бабаның қанымен, күшпен алынған жер. Сендер үшін келемеш қылын жастаған жоқ бізге ата-бабамыз. Әр баланың мынаның ата-бабасының қаны бар осы жерде. Сендерді міне Күлібаевтың, Назарбаевтың ата-бабасы қаны бар. Бізде каждый не әркім орнына байытуымыз керек көріңіз. Каждый жылы біз 2008-ден бері айқайласып бардық осы мәселе жөнінде. Әлі шешімін тапқан жоқ. Таба алмайсыңыз да мына жүрсіңіз. Сендер қазақты жазың әуелі дұрыстап. Гость, нефть, газ десе арланасыңыз ба? Түрік мұнай неге түрік мұнай болып келмейді сол жерге?